Мен Жамбыл облысы Талас ауданы Тамды ауылы Көйгелді атындағы орта мектептің 10 сынып оқушысы Берікбай Дария. Бүгінгі менің ғылыми жобамның тақырыбы бидай өскінінің үй жағдайында өсіру гидропоника әдісімен. Негізгі мақсатым дәнді дақылдар өскінінің биологиялық және химиялық негізгі құрамы мен сапасы туралы толық ғылыми деректерді жинақтау, және де бидайдың дәнінің тұқымының өнуіне жағдай жасап, топырақсыз суда өндіру технологиясын меңгеру. Зерттеуімнің негізгі өзектілігі бидай өскінінің құнарлылығы жоғары, шипалық қасиетінің болуы, оның құрамында минералды заттар мен органикалық заттардың мол болуына байланысты екенін анықтадық. Бидай мен арпа өскінділерінің биохимиялық ерекшеліктері зертханада зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы көз жеткіздік. Бидай өскінінің үй жағдайында өсірудің тиімді әдіс-тәсілдерімен танысып, мал ғазасы ішінде құндылығы жоғары таптырмайтын құнарлы азық екенін білдік. Зерттеудің негізгі әдістері бидай өскінінің биологиялық, химиялық құрамы және емді қасиеті туралы ғылыми әдебиеттерден, баспасөздерден және де ауыл тұрғындарынан сұхбат жүргізу арқылы көптеген мәліметтерді жинақтадық. Бидайдың тұқымы үйде өсіру үшін сатып алып бақылау жұмыстарын жүргіздік. Сонымен қатар, өнген бидай өскінінің үй жағдайында өсіру аса қатты қиын емес, кез келген адамның қолынан келеді. Және де бір жерден екінші жерге өсіру де өте оңай, және де бидайға өте қатты күтім керек емес. Мысалға, бірінші суретте менің тәжірибеме осы суреттер көрсетілгендей, бірінші суретте бидайды бірнеше рет жуып, оны таза ыдысқа құямыз. Яғни бидай суға батқанша оған су құйып, оған 2 апта көлемін береміз. Яғни 5-6 күнге жеткенде кішкене жартылай бидайымыз өсіп шығады. Ал 2 апта толық өткеннен кейін, яғни 15 күн толық өткеннен кейін, біздің бидайымыз осылай топырақсыз суда өндіру технологиясы арқылы біз сусыз бидайымызды осылай өсіріп шыққан болатынбыз. Мектеп зертханасында өнген бидай өскінінің құрамы сапалық тәжірибелік жүргіздім. Негізгі бидайдың дәніне қарағанда қабығы мен ұрығында Е дәруменді, оксиданттар, В дәруменді өте көп екенін тәжірибе жүргізу арқасында байқадым. Бидай өскінінің құрамын анықтау үшін мен Дулати атындағы Тараз университетінің биологиялық кафедрасы фитохимия лабораториясында зерттеу жұмыстарын жүргіздім. Бұл жерде мамам маған көптеген бағыт-бағдар беріп отырды. Маманың нұсқауы бойынша мен осындай тәжірибелер жүргіздім. Ең алдымен бидай шырынын алып, арнайы құрал арқылы анықтадық. Сол арқылы құрамның күрделілігіне көз жеткіздік. Яғни бұл жерде кесте көріп тұрсыздар, бұл кестеде химиялық элементтер мен дәрумендердің өте құнарлы, яғни дәрумендерге бай екені туралы кесте берілген. Біздің негізінде дүниежүзі бойынша бидайдың 148 елдері негізінде тұтынатын болады. Яғни олардың экономикасының негізгі болып табылады. Ал негізінде Қазақстанда біздің қатты және жұмсақ сұрыпты бидай қолданылатын, яғни жақсы дамыған болатын. Сұрыпына қарай бидайдың құрамында крахмал мен көмірсулардың мөлшері 50-70%-ға дейін болса, ал ақуыздың пайызы 10-20%-ға дейін баратын болады. Сондай-ақ өсімдік майлары, дәрумендер В1, В2, және де В6, С, Е, ПП ферменттері жиі кездеседі. Әрі қарай тәжірибемізді жалғастырып, тағам ретінде пайдаланып көрдік, нәтижесі жүзеге асты. Ал өнген бидай өскінінен сүт, ботқа, шипалы сусын, үй жануарларына арналған да құнарлы азық жасауға болады. Яғни олар мысалға келтіретін болсақ, шырынды сусын, яғни оны күнделікті пайдаланатын болсақ, біздің ағзамызда улы заттар белсенді тазарады, теріміз, шаш күтіміміз нығая түседі және көптеген аурулардың алдын алуға көмектеседі. Ал келесіде біз таңертең егер күніне 50-100% осындай ботқаны жейтін болсақ, біздің ағзамызда иммундық жүйеміз нығаяды, бактерияларды залалсыздандырады, біздің иммунитетіміз ары қарай қалпына түсетін болады. Ал біз күнделікті үй жағдайында құстарға және тауықтарға біз құнарлы азықтарды бидай өнімінен дайындасақ, біздің құстарымыз бен тауықтарымыз иммунитеті жоғарылап, олардың тауықтарының витаминдері мен микроэлементтері көптеп жұмсалады. Және де олардың ағзасында жұқпалы аурулардың төзімділігін арттырады және де тәбеттерін жоғарылатады. Мен бүгінгі ғылыми жобамды қорытындылай келе, өнген бидай өскінінің топырақсыз үй жағдайында өсіруге болатын тәжірибе жүйесінде
және де өскіннің құрамында зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы оның мал ағзасы ішінде, табиғат ішінде, адамның ағзасы ішінде негізгі құндылықты ағза болып табылады. Және де өнген бидай өскінінің мынандай түрлі жағдайда қолдануға болатынын анықтадық. Біріншісі, әртүрлі тағамдар жасауға, шипалы сүт жасауға, және де жасыл өскіннің сығындысынан шырын алуға да болатынын байқадық. Мал ағзасы ішінде үй жағдайында да гидропоника әдісі арқылы өсіріп, өскін алу арқылы мал шаруашылығын құнарлы, арзан мал азығымен қамтамасыз етуге болады. Мысалға, көптеген жағдайда қыс мезгілінде біз жасыл өсімдікті табу қиынға соғады. Сол кезде осы гидропоника әдісін қолдансақ болады. Сол арқылы гидропоника әдісін қолдану арқылы біз жазда өзіміздің ауыл бағытында өзіміздердің жан-жануарларымызды мал шаруашылығы бойынша осы гидропоника әдісін дамытсақ деймін. Ал менің осы ғылыми жобамның негізгі ұсынысым, басқа өркениет елдер сияқты біздің елімізде де осындай гидропоника әдісі, яғни бидай өсіндісінің негізгі құнарлы азығы негіздеп қарастырылса деймін. Және де енді қасиетті, құндылығы мол бидай өскінінің малға құнарлы азық ретінде қолданысқа енгізсе деймін. Және де болашақта ауыл шаруашылығын сапалы, құнарлы, мол өніммен қамтамасыз етуді өз үлесімді қосқым келеді. Назарларыңызға рахмет.